Ассаламу алейкум. Әдеттер 21 күнде қалыптасады деп айтады. Окей, бір қарап көрейік. Барлық әдеттер 21 күнде қалыптасса, 22-ші күн біз неге әдеттер тастап кетіп жатырмыз? Қызық, Андай бір 21 күн бойы ерте тұрып жүрмін. Сосын мен ойлаймын 22-ші күн мен на автомате таңертең ерте тұрамын деп. Бірақ ондай емес. Максвелл Малц атты хирург 1960 жылдары адамдарға ота жасайды. Ол адамдар отадан кейін қоғамға қайта бейімделіп кету үшін оған 21 күнді талап етеді. Осы зерттеуінен кейін ол кісі айтады, адам бір әдетті қалыптастыру үшін немесе бір қоғамға сіңу үшін оған 21 күн қажет деп айтады. Осы 21 күнді бір заң сияқты ұстап алған сияқтымыз. Бірақ 2009 жылы Лондондағы университетте Филипп Лалле есімді кісі өз зерттеулерінде айтады, әдет адамның өмірінде 66 күннен кейін қалыптасады деп айтады. Ал діни жорамаларға қарайтын болсақ, ол жерде 40 күн деп айтады. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, яғни адам ағзасына бір мас қылатын ішімдік ішкеннен кейін оның 40 күн дұғасы қабыл болмайтындығы, 40 күнде ғибадаты қабыл болмайтындығынан негіз алып, не деді адамдар? Адам 40 күнде тазарады. Яғни 40 күн оған уақыт керек деді. Әр жерде әртүрлі сандар. Бірақ зерттеулерге көре, әдет 18 күнмен 254 күнде қалыптасады екен. Қызық, Бірақ мына нәрсені түсіну керек, ешбір әдет ол оңайлықпен қалыптаспайды. Мысалға, компьютерда перне тақтаға қарамай жазу әдеті 21 күнде қалыптасуы мүмкін. Ал жазудағы олқылықтарды, мысалы, өтір қою, нүкте қою сынды мәселелер десе, бұл 21 күн емес, бәлкім 2 айды талап етуі мүмкін. Екінші кісі айтқанда, Филипп Лалле айтпақтай, 66 күнді талап етуі мүмкін. Сол үшін біз әдеттерді қалыптастырар барысында барлық әдетке 21 күндік деген үмітті қоймауымыз керек. 22-ші күні ол менің өмірімде бір дәстүр болады деген үмітті алып тастау керек. Бәлкім әдеттердің қиындылығына қаратай, оған ұзақ мерзім беру керек. Оған біз ұзақ мерзім табанды болуымыз қажет. Мысалға, таңертең тұру. 66 күн бойы мен таңертең ерте тұрып жүрсем, сонда 67-ші күні өз-өзімнен оянып кетем ба? Онда неге таң намазын оқитын адамдар таң намазын үнемі қаза етіп алады? Үнемі болмаса да арасында. Қызық, Яғни, кейбір әдеттер бар, біз оған өмір бойы күресуіміз қажет, өмір бойы біз оны өзіміздің өмірімізде дәстүр қоржынымызда алып жүруіміз қажет. Яғни, бүгін істедім, ертең істедім, бір жыл істедім, бір жылдан кейін ол менің өмірімде қалып қояды деген мәселе емес. Енді екінші мәселе, біз әдет деп қашан айтамыз? Мысалға, бір іс менің өмірімде әдетке айналды, дәстүрлі түрде жасап жүрмін деген сияқты. Оның дәлелі, мысалы, мен әр күні жатар кезде бір стакан су ішемін. Бірақ бүгін ішпедім. Яғни мен осы кезде жүректе бандай бір қанжылу басталады. Барып іше салу керек еді ғой деген секілді. Ішуге деген ынтық басталады. Яғни маған бір стакан суды ішпей қоюдан бір стакан суды ішіп келіп ұйықтау әлде қайда тыныштық береді, әлде қайда маған оңай. Әдетті қалыптастырар кезде қандай мәселелерге мән беру қажет? Өкінішке орай бізде андай нәрсе бар. Шайтан үнемі бізге көп мөлшерде әдемі етіп көрсетеді. Мысалға, Құран оқу әдетін қалыптастыру. Шайтан айтады, бұл аз, өте аз. Немесе мен күнде таңертең жаттығу жасаймын, не істеймін? Фитнеске барамын. Аптасында негізінде 3 күн бару, немесе 2 күн бару жеткілікті болуы мүмкін. Бірақ шайтан айтады, 7 күннің 2-ақ күнін барасың ба дейді. Яғни бізге амалдарымызды не істейді? Шамадан тыс ауырлаған кезінде біз оны дәстүрлі түрде жасау қиын болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бекер айтпады. Яғни амалдарың аз болса да, тұрақты болған Алланың қасында хайырлырек, артығырек деген мәселен. Сол үшін біз не істейміз? Кез келген әдетті, мысалға, мен жасай алатын өлшем бар, көлем бар, соның 50%-ын орындау. Мысалы, мен жатар кезде 3 бет кітап оқи алатын болсам, не істеймін? 1,5 беттен оқып бастаймын. Және десе, әдетті қалыптастыру үшін ол әдет бірінші қай жерде орындалады? Локациясы, мысалы, үйде ма? Үйде болса қай бөлмеде? Бөлмеде болса қай орында? Одан кейін екіншісі, ол қай уақытта бастаймын, қай уақытта аяқтаймын деген мәселе. Ал одан кейінгі сесе, оның көлемі. Осы нәрселерді бекітіп алу керек. Тағы бір мәселе бар. Бір күн қалып қойдыңыз ба, ештен кетпейді. Бір күн қалып қою, ертеңгі күнге жасамай қоюға мүмкін деген нәрсені бермейді ешқашан. Біздегі ең өкініштісі, бір күн қалып қойса, кеше қалдырдым ғой деп, одан алдың күнге 20 күн үзбей жүрген дәстүрін үзіп қояды. Сол себепті қандай бір әдет болсын, ең біріншісі
оны орындау емес, оны өмірімізге дәстүр ретінде кіргізу болғандықтан жасай алатынымыздың 50%-ын алайық. Ал одан кейін есе оның қай орында жасайтындығымыз, мысалға таңертең жүру әдетін қалыптастырамыз ба, онда не істейміз, қай паркте жүреміз деген сияқты. Осы жерде мен мына бір нәрсені айтқым келеді. Мен Нұрбараққа оқуға түскен кезімде таң намазынан кейін Құран жаттап жүрдім. Сол кезде ұстаз айтты. Енді Құран жаттап отырам, ұйқылы ояу боламын. Сосын ұстаз айтып еді: Асқар, егер сен таң намаздан кейін Құран жаттағың келсе, бірінші таң намаздан кейін ұйықтамай үйрен деді. Ал мен істедім, 2 ай бойы таң намаздан кейін Есентайдың бойына барып, сол жақта серуендеп қайтатын әдет шығардым. Міне осы бір әдет қалыптасқаннан кейін мен 2 ай бойы таң намаздан кейін ұйықтамай үйренгеннен кейін барып Құран жаттадым. Бұл маған әлде қайда көбірек пайда берді. Мен толықтай Құранды аяқтай алмаған болсам да, бірақ Құран жолындағы жемісім бұрынғыға қарағанда салыстырмалы түрде көбірек болды. Сол себепті бір әдетті қалыптастыру бұл бір күнде көп жасап тастау, немесе мөлшер жағынан бандай бір ауқымды емес, бәлкім әдет қалыптастыру күніне аз болған, бірақ 1 жылға, 2 жылға, бәлкім біздің өмір бойы біздің серігіміз болатын нәрсені білдіреді. Одан кейін мәселе адамның жақсы, жаман жағы өзгеріп жатқандығын осы әдеттерінен білуге болады. Өміріңізге қараңыз, егер жақсы әдеттеріңіз көбейіп жатқан болса, демек сіз жақсы жаққа бет бұрғаныңыздың көрінісі. Ал егер әдеттеріңіз жаман жаққа көбейіп жатқан болса, бұл өміріңіздің жаман жаққа бет алғандығын көрінісі. Сол себепті бізді өміріміз әдеттерден құралғандықтан өз әдеттерімізді бір анализ жасап шығайық. Ал одан кейін жаңа әдеттерді қалыптастыру үшін есе аздан тұрақты, және десе бағана айтқанымыздай уақытын, мекенін, өлшемін міндеттеп үйренейік.